қазақтың жаулары өшіп жатыр да сондай. Олар ертең қазақтың басына күн туған кезде қолынан шоқпар тұрмақ. Сәлем. Алматыда қар жауып тұр. Біз бүгін тауға шығайын деп жатыр. Медеуге келдік. Қар жауып тұр. Таңғы сағат 7. Машиналар жоғары қарай тауға шығамай жатыр. Мына автобус тауға шығамай жатыр. Көңіл күй қалай? Тауға шығып бара жатырық. Қар әлі де жауып жатыр. And I know there's no making this right, this right. And I know there's no changing your mind, your mind. Бұраланда айларды сым күтіп тұрады алда. Бұтшық болып кетпей, ме қам кесектер кіп-кішкентай жырадан құлағанда. Арасында желігесің, түсесің қарасуға. Өз ойыңды саралап, өміріңмен жүргенше. Таудан түсіп келе жатырық. Міне жүгіріп жүрген жігіттер, қыздар. Айдархан, Мерке. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Давай, загадай желание. Ақсарайға жиналып жатырмыз. Медитация, кино разборға. Не слушай никого, кто скажет, вот так ты чего-то не можешь. Даже меня. Понял? Если есть мечта, оберегай ее. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и тебя не будет. Поставил цель, добейся. И точка. Міндет бірге салбаймыз. Соңын сен салдар қалай бұл? Айтасың, давай кел. Ұстап бір моншаға түсейік, болмаса кино көрейік. 3 күн реклама жасап едім. Бірде заявка келген жоқ. Нормально, давай. Кино көрейін, болмаса тауға шығып көрейін. Етпейсің ғой, сен настроение түседі солай ма? Етпей сүйектен жаратқан адам сізге. Сенің табыс тауып жатыр, сен бизнесіңде, Қазақстанда, Ресейде, Украинада. Қазіргі заман рахаты, соның инстаграмына, сайтына кірсең, ютубына кірсең, соның бизнесін көп. Қайырлы таң, шаламыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін. Күндеріңіз сәтті өтсін.
29-шы, 33 шағын Аламан. Таңғы жүгіру. Барлығымыз. Кеттік, сенға. Қыздар. Жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым. Кешікпей келем деген, мен тұрмын елеңдеумен. Tell me why you're not wasted on me, wasted on me. Past lovers and warfare, it's just you and me now. Сол кезде сол посттың ахуаты көп болады. Ана постқа қарағанда, өзіңіз лайк басқан постқа қарағанда ахуаты көп болады. Түсініп жатыр ма? Не үшін деп отырсыз? This right, and I know there's no change in your mind, your mind. мерекеде ән салайық, өнерпаз өрендерді танысанайық. Әділдік пен шындықта арқа тұтқан әжіз қазақ алқасымен танысайық. Болмағасын осы тұға ұшып келген қырандай керілтеді әдеппен, зеппен танысуға деп егінші танысуға кезек берейік. Шын сыналған жүйрікті мін болмайды, ақылы озық біреуге күн болмайды. Келіні дана болған қазағымның ұлдары өзге елге құл болмайды. Құлықтан
тарланы, қос тілдегі шабандозлары мақтаны, өнеріңді ортаға сал сайысқа, өнер көрсет шабандоздармен жарыста демекші бірінші кезекте Ақерке өз өнерін ортаға салады. Ақ қанат арман белден асып, қалықтап бара жатыр. Адамдар күтіңдер аңсағанын, оралар қарады. Ақ қанат арман белден асып, қалықтап бара жатыр. Адамдар күтіңдер аңсағанын, оралар қарады. Жырға болмаса, осыды көйлек кимесе, қыздың сәні келемі, алған екен, біреу шықты бастар, дегенде дейдері, домалайды билеңізді сөйлең, басыңыздар шаттанып, қара жолға билеңдер, сымбарлық билең, тілімнің бірінбесін. Сен мені үніңе қос, тіліңе тұт. Үнім өшіп, үшкір тілімденсін. Сен қазақсың, ұлы дала тұғыры, күмбір, күрескерлік ғұмыры. Тірескеннің дірілдеткен сесін, тұлпарының, тұяғының дүбірі. Ақылды сайыс кімнен қандай сабақ оқығанын қазір білеміз. Дұрыс жауапқа 1 деген. Егер дұрыс болмаса 0 деген. Мен өзім айтамын, дұрыс егер білмей жатса айтасыздар, только қол көтеріп қана. Егер Алғатаға қыздарға қатысады ғой, сол кезде жауап бере алмаса, келесіне өтеді. Соған плюс қойсаңыздар, 1 балдан, ол кісі жүріп ортаға өте оңай. Қазақ хандығын құрылған жылы. Дұрыс 1965, 66 негіз. Дұрыс десеңізді бол. Ақеркеде 1 плюс қойып. Енді Гүлсараның білімін тексеріп көрейік. Абайдың асыл әжесі есімі кім? Ой, шерген. Өте дұрыс. Пайдасы жазасыз, сізді қандай қызмет па, сату ма, өндіріс па, сол пайдасы жазасыз. Мысалы, біз күнде мысырындаймыз келе береміз, сол күнделікті болатын нәрселердің 20% ғана құрау керек екен. Ал 80%-де көбінесе жаңағы мотивациялық видеолар, мотивациялық кинолар, кітаптар оқуды жоспарға қою керек. Сіздер өздеріңіздің күнделіктеріңізді ең бастысы күнделік жазғандағы уақытты ценить етесің. Тайм-менеджмент деген бар. Оптимист деген өмірге талпынған кезде кедергі қарамай алға талпынатын адам. Оптимист емес, бір жағдай болып қалған кезде депрессияға түсіп кетеді, көп жан досым, өзен болсын мерейің, әрқашан жеңісіңді көрейін. Don't you think there must be a reason? Yeah, like we had a names. Don't you think we got another season? Come after spring. I wanna be your summer, I wanna be your wife. Treat me like a come on, take you to one of the fries. Yeah, come just eat me and throw me a wife. I'm not your choice, babe, wise. And I know there's no making this right, this right. And I know there's no changing your mind. Қызықты. Бауырлар, достар.
Табақ ішетін адам жоқ, завтрак ішетін адам жоқ. Сәлем достар, шабандоздар, қалайсыңдар? Сендермен қоштасудың сау айтуды реті келген жоқ. Бүгін аяқ астынан кетіп барамыз. Алматыға ЧС естеліктер таңғы сағат 6-тан бастап ешкім шықпайды. Үміт деп отыр ғой. Сол үшін аяқ астынан және Ибрагим екенбіз. Кетіп барамыз. Рахмет балықтарыңызға. 2 ай бойы сендермен бірге болдық. Ризамыз. Сау болыңдар, аман болыңдар.